Таңертең ұйқыдан тұра сала бірден су ішетіндер бар. Бірі лимон қосады, бірі бал, бірі кофе. Ал сіз не ішесіз? Көп адам дұрыс деп ойлаған бұл әдет шын мәнінде ағзаға тыныш, бірақ жүйелі зиян келтіруі мүмкін. Ғылым не дейді? Бүгін толық айтамыз. Таңғы уақытта асқазан бос, асқазан сөлі, яғни тұз қышқылы, қыл, түнгі уақытта жоғары деңгейде бөлінеді. Аш қарынға бірден қышқылды немесе стимулятор заттарды енгізу асқазанның шырышты қабатын тітіркендіреді. Ең көп кездесетін мысалдар. Лимон қосылған су қышқылдықты арттырады. Көпшілік оны метаболизмді іске қосады деп ішеді. Бірақ ғылыми дәлелдерге сәйкес аш қарынға лимон қышқылы гастритке немесе рефлюкске жол ашуы мүмкін. Аш қарынға кофе бұл ең үлкен қателіктердің бірі. Кофе құрамында кофеин ғана емес, сондай-ақ басқа да хлорогенді қышқылдар бар. Бұл заттар асқазан қышқылының бөлінуін арттырады. 2017 жылға European Journal of Clinical Nutrition журналында жарияланған зерттеу аш қарынға кофе ішу асқазан ішіндегі ірін деңгейін төмендететінін, гастрит қаупін арттыратынын көрсетті. Газдалған су, энергетиктер аш қарынға ішу панкреатит және бауыр ауруларына жол ашуы мүмкін. Бұл сусындарда көп мөлшерде көмір қышқыл газы, жасанды тәттілер, қышқылдық реттегіштер бар. Аш қарынға қышқыл немесе стимул беретін сусындарды жүйелі түрде қолдану неге қауіпті? 1. Гастритпен жара асқазанның шырышты қабаты жұғарады, қышқыл тікелей қабырғаларды күйдіреді. 2. Өңеш рефлюксі, GERD, қышқыл өңешке өтіп кетіп күйдіреді. 3. Ішек микрофлорасының бұзылуы, әсіресе лимон суын көп қолданғанда. Harvard Medical School зерттеушілері 2020 жылы жүргізген бақылауда. Аш қарынға кофе, лимон суы, газды су ішу 6 ай ішінде асқазан ішек жолдарының тітіркену симптомдарын арттырған. Егер бір нәрсе ішу керек болса, не ішуге болады? Жай су ең қауіпсіз нұсқа. Судың температурасы дене температурасымен шамалас 37 болса, ол асқазан үшін оңай сіңеді. Тым мұздай немесе тым ыстық су кері әсер беруі мүмкін. Сүт немесе сұлы суы кейбірлерге пайдалы, себебі ішек қабырғаларын қорғайды. Алайда лактозаға төзбеушілік бар адамдарға бұл нұсқа жарамайды. Медициналық ұсыныс бойынша ішетін суды сілтілік ету, мысалы, шөп шайлары, қалақай, түймедақ, бірақ тек дәрігер рұқсатымен. Аш қарынға лимон мен су ішсең арықтайсың, бұл ғылыми дәлелденбеген. Иә, судың өзі тәбетті азайтады. Бірақ лимон қышқылы асқазанның қышқылдығын арттырып, көп жағдайда кері әсер береді. Кофе метаболизмді жылдамдатады. Сол үшін аш қарынға жақсы кофе аш қарынға қысқа мерзімді сергектік береді, бірақ ұзақ уақытта ол қорғаныс жүйеңізге соққы жасайды. Таңертең ағза ең әлсіз күйде. Бұл кезде асқазанға не берсеңіз, ол соны барынша сіңіреді. Сондықтан аш қарынға лимон суы, кофе, газды сусын қауіпті. Ең пайдалысы жай жылы су. Күнде 1-2 рет лимон қосылған суды тек тамақтан кейін немесе ортасында ғана ішкен дұрыс. Сіз аш қарынға не ішесіз? Төменге жазып қалдырыңыз. Бұл ақпарат пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіңіз, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода таңғы асқа арналған ең пайдалы 3 тағамды талдаймыз. Күтеміз.